Мен Кореяға келген кезімде мүлдем корей тілін білген жоқпын. Менің Кореяға келгеніме 3,5 жыл болды. Бірақ ең алғашқы келген кезде мен корей тілінің К әріпін білген жоқпын. Өйткені менің таныстарым, осы Кореяда жүрген таныстарым Кореяға келіп, мүлдем корей тілін білмесең де осы жерден ақша тауып, оңай өмір сүре аласың деген болатын. Мен соларға сеніп, шынымен де Кореяда корей тілі керек емес екен деп ойлап қалған болатынмын, және дәл осы ойыма қатты өкінемін. Өйткені Кореяға келген кезіңде міндетті түрде корей тілі керек. Корей тілінде екінші тіл ағылшын тілі, бірақ кәрістердің өзі өз тілін, өздерінің адамдарын бірінші орынға қояды. Яғни басқа ел емес. Мен Кореяға келгенде балалармен бірге келдім, сондықтан да маған Кореяда больницаға бару, балдарды мектепке орналастыру, тағы да сондай мелочтар өте қиын болды. Өйткені мен корей тілін 0 болған болатынмын. Сондықтан да мен басында өте көп қиналдым. Және де Кореяда мен өмір сүремін деп келген болатынмын. Содан соң мен осылай ойладым. Мен Кореяда өмір сүрейін деп келдім. Не үшін мен корей тілін үйренбеуім керек? Онда маған ең бірінші корей тілі керек, дұрыс па? Сондықтан мен сол күннен бастап үйренемін деп шештім, және де осы кезге дейін әлі де үйреніп жатырмын. Егер сіз корей тілінде нақты және де сіз не туралы сөйлеп жатқаныңызды білу үшін міндетті түрде грамматика керек. Грамматикамен сөйлейтін болсаңыз, сіз барлық сөйлеміңізді әдемі сөйлей аласыз. Біздің бүгінгі үйренетін грамматикамыз ки 위에서. Яғни қазақ тіліне аударғанда үшін деген мағынаны береді. Яғни арманыма жету үшін, бару үшін, жеу үшін, ұйықтау үшін деген сияқты үшін деген бұл ки 위에서 корей тілінде дәл солай аударылады. Ал енді біз қазір сол именно үшін, яғни ки 위에서 деген грамматикамызға 10 сөйлем құрастырамыз. Ал енді бірінші сөйлем. 한국어를 배우기 위해서 공부해요. Корей тілін үйрену үшін оқимын. Корей тілін үйрену үшін оқимын. Екінші бұл ақша табу үшін жұмыс істеймін. 돈을 벌기 위해서 일해요. 돈을 벌기 위해서 일해요. Үшінші бізде мектепке бару үшін ерте тұрамын. 학교에 가기 위해서 일찍 일어나요. 밥을 먹기 위해서 식당에 가요. тамақ жеу үшін асханаға 바람은. досыммен кездесу үшін кафеге 바람은. 친구를 만나기 위해서 식당에 가요. 운동하기 위해서 공원에 가요. кітап оқу үшін кітапхана가 바람은. 책을 읽기 위해서 도서관에 가요. 포토가 түсіру үшін телефонымды алып 바람은. 사진을 찍기 위해서 휴대폰을 가져가요. 사진을 찍기 위해서 휴대폰을 가져가요. бірінші видеомда міндетті түрде ең маңызды грамматикаларды үйренетін боласыздар. Және де менің әрбір видеома міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер. Ең ұнаған комментарияға міндетті түрде жауап беретін боламын. 안녕!